Баршаңызға сәлем достар. Біз бүгін өте дәмді, қазіргі таңдағы хит пирогтың бірі сникерс пирогын жасайтын боламыз. Пирог өте дәмді болып шығады. Үйге қонақ шақырған кезде осы пирогты ұсынатын болсаңыздар, келген әрбір қонақ сіздерге дән риза болып кететіні сөзсіз, тіпті заказға жасауға да болады. Себебі өте дәмді пирогтың бірі. Менің рецептімнен жасап көріңіздер. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеле кетіңіздер. Алдымен ыдысқа електен өткізілген ұнымызды салып, үстіне какао ұны және де 1 шай қасық қопсытқышты салып, араластырып аламыз. Оның үстіне тоңазытқыштан шыққан сары майымызды салып, қолымызбен крошка жасап аламыз. Сары майдың міндетті түрде 82 немесе 72% қолданыңыздар. Сол кезде тестоларыңыз, яғни қамырларыңыз піскен кезде жұмсақ болып шығады. Келесі кезекте жұмыртқаның үстіне қантымызды салып, қантымыз ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Бізге қажетті тағамдардың нақты құрамын төмендегі описание бөліміне жазып кететін боламын. Сол жерден қарасаңыздар болады. Дайындап қойған крошкамыздың үстіне жұмыртқалы массамызды құйып, қасықпен немесе осындай силиконды күрекшемен араластырып, кейін қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыз өте жұмсақ, нәзік әрі әдемі болып шығады. Айтпақшы достар, осындай қазақша контентті каналдың ары қарай дамуына сіздер де өз үлестеріңізді қоса отырсаңыздар деймін. Ол үшін осы каналға тіркеліп, және де жақындарыңызға осы видеоны WhatsApp әлеуметтік желісі арқылы бөлісе отырсаңыздар, сіздерге алдын ала үлкен алғысымды айтатын боламын. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр шықты. Енді целлофанға салып, тоңазытқышқа 15 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Бізге керек болады сүзбе, қаймақ. Қаймақтың мен дүкендегі 20%-ын қолдандым. Оның үстіне сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырды саламыз. 2 жұмыртқа және де жүгері крахмалы. Жүгері крахмалын міндетті түрде қосу керек. Содан соң қантты салып, үстіне ванилинді қосып, блендердің көмегімен жақсылап езіп алатын боламыз. Ванилинді қоспасаңыздар да болады. Мінекей блендермен жақсылап езіп алдым. Жүгері крахмалының қосу себебі, егерде біз қоспайтын болсақ, онда біздің осы салып жатқан начинкамыз піскеннен кейін езіліп, өзінің массасын дұрыс ұстамайтын болады. Сол себепті міндетті түрде жүгері крахмалын қосыңыздар. Мінекей бізде осындай масса шықты. Енді формамыздың үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай қолымызбен жақсылап шеттерінен бортигін жасап, барлық шетіне жеткізетіндей етіп жайып шығамыз. Менде форманың диаметрі 26 см. Сонымен қатар достар, менің каналымда басқа да пирогтардың рецептері бар. Міндетті түрде кіріп қарап өтіңіздер. Және де төменде осындай қоңыраушаның белгісі тұр. Сол қоңыраушаның белгісін басып өтіңіздер. Сол кезде менің видеоларымды алғашқы болып көре аласыздар. Және де теп-тегіс болу үшін осындай стақанмен үстінен басып өтеміз. Шанышқымен шеттерін әдемілеп, тегістеп, қамырдың ортасын тесіп кетеміз. Қамырдың үстіне біздің дайын салмамызды құйып, қызып тұрған пешке 170 градуста шамамен 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Әркімнің пеші әртүрлі, сол себепті өздеріңіздің пештеріңіздің пісіру ыңғайына қараңыздар. Мінекей, менде пирог осылай пісіп шықты. Енді осы пирогымызды біз бөлме температурасында 2 сағаттай міндетті түрде суытып алатын боламыз. Бұған дейін біз ганашын дайындап аламыз. Бізге осындай плиточный шоколад керек болады. Оның үстіне сливкидің 30 граммын ғана құйып, қалғанын кейін құямыз. Енді осы шоколадымызды водяной баняға, яғни буға ерітіп аламыз.
Бізде мінекей осындай шоколадымыз әдемі болып еріді. Енді осы шоколадты суыту үшін біз үстіне қалған сливкидің 60 граммын құйып, жақсылап араластырып аламыз. Ганаштың үстіне арахисті салып араластырып аламыз. Арахистің тұзды түрінде қолдана берсеңіздер болады, ешқандай айырмашылығы болмайды. Мінекей біздің ганашымыз осындай әдемі болып шықты. Енді біздің суып тұрған пирогымыздың үстіне ганашымызды осылайша барлық шетіне жеткізіп құйып шығамыз. Және де ганашты құйғаннан кейін пирогты тоңазытқышқа кем дегенде 2-3 сағатқа салып қою керек. Сол кезде пирогтарыңыздың бетіндегі шоколадты ганаш қатып, керемет болып шығады. Сонымен достар, біздің бүгін жасаған сникерс пирогымыз дайын. Бұл пирог өте дәмді болып шығады, арасы толық піседі. Егер де осы видео сіздерге пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, лүпілдеріңізді басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Назарларыңызға үлкен рахмет. Сіздермен бірге болған Айгерім.